Сәлем. Елестетіп көріңізші, 26 жасар дизайнер бір кезде актер болам дейді. Қызығушылығы соншалықты ағылшын театрына кіріп кетеді. Содан қауіпті байланыстар деген күшті бір қойылымның басты актері болады. Бірнеше жыл бойы сол қойылымда бой көрсетеді. Бұл қойылым бірінші Голливудқа дейін барады. Голливудта сол қойылымды түсірмекші болады. Сөйтіп басты актерді киносына алмай қойып, оның орнына Джон Малковичті алады. Қойылымның экранизациясына түспегеннен кейін кішкене ызаланып, онда мен де кино актер болам дейді. Ұзын сөздің қысқасы, Алан Рикман туралы айтып жатырмын. Бүгін Алан Рикманмен қоштасқалы 10 жыл өтіпті. Қойылым Голливудқа жеткен кезде бір продюсерлер сол қойылымға барады, жаңағы Алан Рикманға қызығып қалады. Өзінің бір суық харизмасы бар, зұлымды кейіпкерге жақсы жасапты. Содан оны Қатқан жаңғақ деген фильмге алады. Алан Рикманның айтуы бойынша оны алған себебі Брюс Уиллис 7 миллион ақша алғаннан кейін сол фильмде қымбат емес актерлар керек болды. Ал 40-тан асқан Алан Рикман үшін бұл ең бірінші кино. Көп сұраса да бермейді ғой оған. Айтпақшыдай, Қатқан жаңғақта ең мықты бір сахна бар. Жаңағы Ханс Грубердің құлап бара жатқан сахнасы. Сонда мынандай қызық болыпты. Сол сахнаны қоятын адамдар келіскен ғой. 3 деген кезде сені лақтырып жібереміз деп. Сөйтіп 1, 2 деген кезде Ханс Груберді төмен лақтыра салған. Ана Ханс Грубердің көзіндегі шошығаны актерлік ойын емес, ол нақты адамның қорқып кеткені. Өте күшті бір антагонист шықты. Содан кейін Робин Гудты ойнады. Робин Гудта да күшті антагонист болды. Содан антагонист болып қалып кетемін елдің ойында деп ойлап, ол көптеген комедияларға да түсті, романтикалық киноларға да түсті. Мен бүгін мысалы Гамбит деген комедиясын қайта қарамақшымын. Өте бір күшті, қызық, интеллектуалды кино десек болады. Сол жақсы кино көріңіздер.